Сәлем, менің есімім Анджело Рамос. Мұсылман болғаннан кейін Хасан есімін алдым. Лос-Анджелесте дүниеге келдім. Мектептен колледжді бітіргенге дейін осы қалада тәлім алдым. Креншоу лицейін бітіргеннен кейін Дэвистегі Калифорния университетіне кеттім. Университетті бітірген соң Лос-Анджелестегі балалар ауруханасында жұмыс істей бастадым. Бұл ауруханада біраз жұмыс істеген соң дәреже өсіру үшін Клермон университетінде оқуды бастадым. Университетте жеке ізденіс жобам ислам туралы еді. Бұл туралы ізденіс жасауым керек болатын. Бірақ ислам туралы ештеңе білмейтін едім. Кітапханаға баратын едім және ислам туралы кітаптар оқитын едім. Сыныптастарымның бірі пәкістандық мұсылман бір қыз болатын. Бір күні кітапханада оны жолықтырдым. Дәрістерге дайындық жасағалы келген болатын. Менің қолымда ислами кітаптармен көргенде таңқалған болатын. Католик екенімді білетін еді. Мен де оған бұл тақырыпты университетте ұстазымыздың жоба тақырыбы ретінде берген ислам туралы ізденіс жасауым керектігін айттым. Маған ислам туралы айта бастады. Кітапханаға хиджабпен келген болатын. Оған хиджабты не үшін кигенін сұрадым. Маған хиджабты Аллах үшін кигенін айтты. Маған ислам туралы айта бастағанда мен оның алдында өзімді өте надан сезіндім. Шындығында ислам туралы ештеңе білмейтін едім. Сосын мен мұсылман досыма не үшін Хазіреті Исаға сенбейсіздер, жаһаннамға барудан қорықпайсыздар ма? Дедім. Әлбетте тозаққа барудан қорқамыз және Хазіреті Исаға сенеміз. Хазіреті Иса Құран кәрімде баяндалған пайғамбарлардың бірі, бірақ сенің католик сенімдеріңде баяндалған секілді емес деді. Хазіреті Исаның исламда қалай баяндалғанына қатты қызыққан болатынмын. Мұсылман досым маған бұл туралы кітаптар берді. Маған берген кітаптарында Құран кәрімнен аяттар бар болатын. Оқыған аяттарым маған Хазіреті Иса туралы шындықты көрсеткен болатын. Үнемі оқитын едім. Құран аяттары мені исламға қарай бағыттай бастаған еді. Сұрақтарымның жауаптарын Құрандағы аяттардан таптым. Ислам дінінде Алламен арамызда болуы керек байланыс. Ие болуымыз керек рухани байлық. Жасауымыз керек жақсы амалдар. Аллаға деген жауапкершіліктеріміз мені өзіне баурап алған болатын. Мен армандаған өмір таңданарлық дәрежеде мені баурап алған болатын. Мен қалыпсыз әрі еш мағынасыз өмірімнің бір қалыпқа келуін қатты қалайтын едім және соңында көздерімді ашқаны үшін аса үстем Аллаға өте қарыздармын. Мұсылман болу үшін өзімді дайын сезінгенімде Рамазан айына 3 ай қалған болатын. Сакраментодағы бір мешітке барып кәлима-и шахадат келтіріп сосын мұсылман болдым. Әлхамдулилля. Алланың қалауы және жәрдемімен барлығы дұрыстала бастады. Отбасым және достарым мені бір мұсылман ретінде қабылдай бастады. Бірақ әлбетте алғашқыда мұсылмандығым туралы әзілдегендер болды. Кейін уақыт өте келе мұсылмандығым туралы жасайтын әзілдерін доғарды. Лицейде және университетте істегім келген бүткіл нәрсенің нәтижесін еш ойланбастан істер едім. Мұсылман болғанымда қатты өзгерген болатынмын. Отбасым мендегі жақсы өзгерістерді көрген болатын. Бәлкім осы себепті мұсылман болуыма қарсы шықпаған болатын. Әр адамның ішінде сыртқа шығуды күтіп жатқан жақсылықтар және көркем қасиеттер бар. Өмірде жақсылықты және жамандықты өзіңіз таңдайсыз. Жақсы болуды қаласаңыз, ішіңіздегі жақсылықтар және әдеміліктер ортаға шығады. Егер керісінше жаман болуды таңдасаңыз, ішіңіздегі жақсылықтар ортаға шыға алмай, бәлкім сіз өлгенге дейін ішіңізде қалар. Мұсылман болған соң әртүрлі мемлекеттен әртүрлі мұсылмандармен таныстым. Бәрі маған өте жұмсақ әрі қонақжай мінезде болды. Мұсылмандармен бір арада болу өте керемет сезім. Қазір Голливудтың солтүстігінде ұстаздық қыламын. Өмірімнің қалғанында үнемі жақсылық жасап өткім келеді. Бұл жаңа өмірімде Алланың мені әр уақытта көретінін ұмытпастан өмір сүремін. Аллах мені көреді және мен де Алланы көріп тұрған секілді өмір сүруге тырысып жатырмын. Өмірім біткенде күнәларымның есебін бере алмаудан қорқамын. Бірақ Алланың мархаматымен үнемі үміт үзбейтін боламын.